Шырғалаң 7 бөлім. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Сымбатты деп айта алмаймын, бірақ жан-жақты пысық екені көрініп тұр. Айналшықтап жанымнан шықпайды. Жұмыста үлгермей жатсам, сұрансам, үнемі көмектесіп, менің артымды жауып жүрді. Бірде іштегі жастар дискотеканы баруды жоспарлады. Барайық деп өзара у-шу. Өзім жүдеп ештеңеге зауқым соқпай жүрген еді. Барып кішкене танысып, көңіл көтерген дұрыс шығар деп мен де бардым. Дискотека дейтіндей ешкім билеп жүрген жоқ. Бәрі кіріп шығып жүр. Кейін жаңадан келген жұмыстасым келіпті. Сөйтіп барлық жастар өлең айтып түнге дейін отырдық. Шыққан кезде жаңағы жігіт, мен де сен тұратын жақта тұрамын ғой, бірге қайтайын деп менімен бірге келеді. Жаяу келеміз. Жолда жолдасым туралы сұрады. Шет жағасын білетін боп шықты. Бір кезде өз өміріңді қорлап жүрсің ғой, түрмеде адам өзгеріп шығады. Ертең қор болмасаң болды, әттең менің әйелім болатын адамсың ғой деп күліп көзін қысты. Мен де әзіл көріп үндемей қоя салдым. Бірақ сол күннен бастап ойым өзгерді. Жолдасым аптасына бір рет түрмеден хабарласып тұрады. Бірақ бұрын мені жұбатып, сәл шыда шығамын, бірге боламыз деген жолдасымның мінезі қатты өзгерген. Расул бұл сөз айтып, намысыма тиетінді шығарды. Ана жақта жүрген шығарсың әр еркекке қылымдап. Неге үндемейсің, рас болып тұр ғой, деген сияқты былапыт сөздер көп айтатын болған. Әдейі аптаның сол күнін күтіп, терезе жанында отыратынмын, каз хабарласады ғой деп. Бірақ хабарласса, менің туыстарымды боқтап шығады. Мен мұнда сыртта жүріп, ЗАГСке заявка тастаған едім. Енді соны ана жақтан Расул толтыру керек екен. Бірақ белгісіз себептермен делоның ішінен Расулдың жеке куәлігі жоғалды. Оны Расул менің әкемнен көрді. Себебі жақын құдамыз түрмеде жасайтын. Сол арқылы ЗАГСке отырмас үшін жасады деп айыптады. Күннен күнге Расулға сезімім өшкендей болып, жұмысқа келген жаңағы жігітке ашыла бастадым. Жұмысқа келмей қалса уайымдайтын болыппын. Не қылған жүрек екенін білмеймін. Әлде шайтан түртті ме? Бар ойым сол жігітте болды. Бірде отчет кезінде офисте кешке дейін қалып қойдық. Соны пайдаланып, ол мені еркелетіп, бетімнен шымшып, жақындай түсті. Мен әңгімені өзгертіп, барынша қашуға тырысып-ақ көрдім. Бірақ бойымды басқа жан билеп алғандай, білмеймін, қай басыммен, қай миыммен ойлағанымды. Онымен бірге үйіне бардым. Сол кезде бірге болдық. Бәрі болары болып, болған соң мен оны сүймейтінімді, жай ғана алданыш екенін түсіндім. Әлі де Расулды сүйетінімді түсіндім. Өзімнен, Расулдан қатты ұялып өкіндім. Солай үйге қайтамын деп кетіп қалдым. Содан кейін ол жігіт қыр соңымнан қалмады. Қалай түсіндірсем де алдымнан кесе көлденеңдеп тұрып ала берді. Кейіннен Расулдың шығуына 3 ай қалғанда одан хат келді. Неге хабарласпай кеткенін сол хаттан түсіндім. Жаңағы жігіт сол түнді бәріне жайып,
достары арқылы Расул да естіпті. Хатты оқып өксіп жылаумен болдым. Расулдың туыстары менің бетіме түкіріп қарғаумен болды. Не істерімді білмедім. Сол түні заттарымды жинап өз ауылыма қайттым.